Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымның тақырыбы функция графиктерін түрлендіру. Екінші сабақ. Оқу мақсаты функция графигіне түрлендірулер орындай алу, параллель көшіру, сығу және созу арқылы. Y тең fx функция графигін түрлендірудің келесі түрлерін қарастырайық. Y өсі бойымен функцияның графигін созу және сығу. Y тең fx, kfx функциясы графигі берілсін. Бұл функцияның графигін салу үшін Y өсі бойымен k есе созамыз. Бұл жерде бастапқы нүктелері сол күйінде қозғалыссыз қалады. Ал екінші жағдай, k-ның мәні 0 мен 1-дің аралығында орналасқан кезде бастапқы берілген функциямыздың графигі Y өсі бойымен k есе сығылады. Y тең 2fx функциясының графигі 2 есеге Y өсі бойымен созылған. Алдарыңызда графиктен көріп отырсыздар. Келесі Y тең 2-ден 1 fx функциясының графигі Y өсі бойымен 2-ден 1 есе сығылған. Яғни X өсіне жақындаған. Осы айтылған ережемізді мысалдар келтіру арқылы пысықтайын. Алдымен бізге Y тең x квадрат функциясының графигі берілсін. Осы графикті x-тің алдына коэффициент қою арқылы қалай созуға және сығуға болатынын көрсетейін. Енді мен 3 деген коэффициентті қояйын. Яғни 3 есеге Y өсі бойымен созылып тұр. Байқап тұрсыздар. Енді 3-тен 1 деген сан қояйын. Ол кезде 3-тен 1 есеге сығылып тұрған көріп тұрсыздар. Яғни функцияның графиктерін осылай салып көруге болады екен. Бастапқы функциям x квадрат функциясының графигі 3 есеге созылған, 3-тен 1 есеге сығылғанын көріп тұрсыздар. Келесі түрлендіру X өсі бойымен созу және сығу. A-ның мәні 1-ден үлкен болған кезде берілген бастапқы Y тең fx функциямыздың графигі X өсі бойымен A есеге сығылады. Ал A-ның мәні 0 мен 1-дің аралығында болған кезде бастапқы берілген Y тең fx функциямыз X өсі бойымен 1 бөлінген A есеге созылады. Y тең fx 3x функциясының графигі бастапқы берілген функциядан 3 есеге сығылған X өсі бойымен. Y тең f 2-ден 1 x функциясының графигі X өсі бойымен 2-ден 1 есеге созылған. Осы айтылған ережені мынандай мысалдар арқылы графигін салып көрейік. Y тең түбірасына x функциясының графигі берілсін. Осы графикті Y тең түбірасында 3x функциясының графигімен салыстырайық. Бұл жерде 3 есеге X өсі бойымен сығылған. Ал Y тең 0,5 x функциясының графигі X өсі бойымен созылған. Бұл жерде байқап тұрсыздар, түбірасында 3x, ал бастапқы берілген түбірасында x функциясының графигі. Осылай басқа да есептерді геогебра бағдарламасына салып көз жеткізуге болады. Келесі функцияның графигін салу үшін біз осыған дейін өткен түрлендірулерді пайдаланамыз. Мысалға Y тең x минус 2-ның квадраты плюс 3 функциясының графигін салу үшін ең алдымен Y тең x квадрат функциясының графигін салып аламыз. Оны 2 бірлікке 10-ға параллель көшіреміз. Одан кейін 3 бірлікке Y өсі бойымен жоғары 3 бірлікке параллель көшіреміз. Сол кезде бізге керекті функцияның графигі шықты. Келесі түрлендіру X өсіне қарағанда симметриялы түрлендіру.
Яғни бізге y тең fx функциясының графигі берілсе, ox өсіне қатысты y тең минус fx функциясының графигін саламыз. Бұл жерде назар аударатындарыңыз f-тің алдында, яғни функцияның алдында минус таңбасына қараймыз. Келесі түрлендіру oy өсіне қатысты симметриялы түрлендіру. Яғни бұл жерде x-тің алдында минус таңбасы орналасқан. Y тең минус x функциясының графигін y өсіне қатысты y тең fx функциясына симметриялы етіп түрлендіруге болады екен. Осымен сабағымды қорытындылай келе, функцияның графигін түрлендірудің түрлерімен таныс болдыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.